Сәлем достар, Ұрпаққа ұлағат каналына қош келдіңіздер. Фараби әлемге әйгілі шығыстың ғұлама ойшылы, философ, социолог, математик, физик, астролог, ботаник, лингвист, музыка теоретигі. Назарларыңызға Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің қанатты сөздерін ұсынамыз. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәрте ел алдаса да өзіңді, тағдырыңды еш уақытта жазғырма, кезде дағы әзәзілдер азғырған. Адамның тоқымашы не хатшы болып тумайтыны тәрізді, қайырымдылық пен қайырымсыздық та жаратылыстан бойға өтпейді. Адамның тәндік жаратылысының дамуының негізгі көрсеткіш денінің саулығы. Ізгі және қажетті шаруа атқарған адамның бәсі де жоғары болуы керек. Адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Өз ісінің білгірі һәм шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет жасап, қандай іс істер болсаңыз да, игілігін көріп, рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн. Әсіре көп не кем еңбек ету күшке күш қоспайды, қайта қалжырата түседі. Адамның жақсы әрекеттер жасауға да, жаман әрекеттер жасауға да туа бітті мүмкіндігі мен қабілет қарымы жетеді. Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Ең тамаша әрекет бақытқа қол жеткізетін еркіндік. Талпыныс тәжі табандылық. Өнер біткеннің бәрі бірдей, бір адамның құшағына сыймайды. Поэтикалық шығармалардың қай-қайсысы да бір нәрсені қиялмен жақсы бейнелеп шығуға ғана арналады. Өнердің теориясын меңгеру дегеніміз, өнерге қатысты мәселелерді ақыл арқылы ұғыну және талғам қабілетін игеру. Құрметті достар, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет.